Достар, егер де сіздерде дәл осындай грамматикалық сұрақ кездесетін болса, онда былай жасаңыздар. She бос орын tennis every day. Ол теннисті күнде ойнайды дейді. Бұл жердегі кілтті сөз бізде every, яғни әрбір деген мағынаны білдіреді. Сол сияқты sometimes, always, often, usually деген сөздер келетін болса, яғни кейде, әрқашан, жиі, әдетте, онда бізде ол present simple, жай осы шақ дегенді бізге білдіріп тұр. Біз оны әдеттерді айтқан кезде қолданамыз. Екінші, сіздер ең басында тұрған мына сөзді қарайсыздар. She деп тұр. Оның орнында бізде I, you, we, they болатын болса, онда біз етістіктің жай ғана бірінші формасын аламыз, түбір етістікті. Мысалы, swim, drink. Ал егерде he, she, it болатын болса, онда біз етістікке s жалғауын жалғаймыз. Мысалы, swims, drinks. Ендігі бізде she болғандықтан, ол етістікке s жалғанады. Сол себепті бізде дұрыс жауабы plays болады. Достар, егерде бұл she'дің орнына бізде we болатын болса, онда дұрыс жауап қандай болады? Комментарияға жаза кетіңіз.